құрметті ұлағатты ұстаздар. Алғыс айту күні. Бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Күрделі заманды иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде елбасының басшылығымен тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне құрмет, алғыс білдіретін күні. 1 наурыз күні бұл жалпыұлттық мереке, алғыс айту күнін атап өтудеміз. Бұл мереке біздің ортақ тарихымыздың символы, қазақ халқының жалпыұлттық бірлігінің құрметі мен ынтымағының күні. Ұлы дала елінің ұлағатты өткеніне тағзым, мәңгілік елдің бүгініне және болашағы бір тұтас елдің ертеңіне деген нық сенім. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен бекітілген алғыс айту күні бейбітшілік пен келісімнің президенттің саясатының жарқын көрінісіне айналды. 1 наурыз барлықтарыңызды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мен ең бірінші Аллаға рахметімді айтамын, мені жаратқан үшін. Одан соң ата-анама рахметімді айтамын, мені өмірге әкелгені үшін. Әкеме рахметімді айтамын, маған жақсы тәрбиелеп өсіргені үшін. Одан соң мектептегі ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіремін. Өздерінің бар білгендерін біліп, жақсы жаққа тәрбиелегендері үшін. Өмірдегі жанымдағы жүрген барлық жақсы